Бұл оқиғаны маған досым айтып берген болатын. Осыдан 2 жыл бұрын олар жаңа үй сатып алған еді. Көршілері әр апта сайын бір-біріне қонаққа барады. Көршілері өте сыйлы отбасы болды. Әр апта сайын бәліш пісіретін еді. Көршілермен кешкі асқа отырып, бәрі бір үстелдің басына отырып тамақ ішетін еді. Дастархан әрқашан ет пен көкөністерге толы. Көрші балалар бір-бірінің үйінде түнеп жүр. Бұл 2 жыл уақытқа созылды. Бір күні менің досым 2-ші қабаттағы кеңсесінде қағаздармен жүргенде көршінің үйіндегі ашық терезені қарады. Ол бір әйелді көрді. Ол көрші емес еді. Орындықта отыр, аузына мата байланған. Көргенде біраз шошыды. Ол жерде не болып жатқанын көріп, бірден полиция қызметкерлерін шақырды. Кенет терезенің пердесін жауып алды. Полиция қызметкерлері кім екендерін білді. Полиция оларды үйден ұстап алып кетті. Полиция олардың жертөлесін қарап шошып кетті. Сөйтсе бұл отбасы 10 жыл бойы адамдарды ұрлап келген. Бұл көршілер ешқандай да мейірімді емес. Терезеден көрген қыз бұлардың жалғыз құрбаны болды. Ол қыз бұл үйден аман есен шықты. Көршілер жертөледе ешқандай кінәсіз адамдарды өмірінен айырған екен.